Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі, дәмді, күшті болып шығатын ұйғыр самсасын сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Өте қамыры деген әдемі, дәмді болып шығады, әрі өте оңай дайындалады. Сол үшін де осы видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Ең алдымен бізге ұн, қатты сары май, қаймақ, тұз және жұмыртқа керек болады. Ендеше қамырын жасауға кірісейік. Ол үшін електен өткізілген ұнның үстіне қатты сары майымызды саламыз да осылай қолымыздың көмегімен ұнтақтауға кірісеміз. Бұл жерде ұн мен сары май бірге қосылып ұнтақ болып шығуы керек. Сары майды үккіштен өткізіп ұнға қоссаңыздар да болады, бірақ та осылай майдалап турап ұнның үстіне қоссаңыздар да болады. Ең бастысы ұн мен сары май бірге ұнтақ болуы керек. Құрметті көрермен, егер де сіз менің каналыма алғаш келіп отырсаңыз, міндетті түрде каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Менің каналымнан өте көп рецепттерді табуға болады. Сол үшін де міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Міне бізде сары май мен ұн бірге қосылып ұнтақ болды. Енді ортасын кішкене шұңқыр етіп ашып қоямыз. Келесі кезекте жұмыртқаны қаймақтың үстіне саламыз да оның үстіне тұзды салып, жақсылап тұрып үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып болғаннан соң осылай сұйық болады. Енді осыны ұнның үстіне құямыз да енді қамыр илеуге кірісеміз. Қамырды қолмен илеп қажет емес басында, өйткені осындай лопатканың көмегімен ыңғайлы болады. Жақсылап енді барлығын біріктіретін боламыз. Міне осылай сұйық массамен ұн, сары май барлығы біріккеннен соң қолымызбен осылай әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте иілгіш, жұмсақ, күшті болып шығады. Сол үшін де қамырымыз өте тез иленеді. Міне қарап тұрсаңыздар, біздің қамырымыз осылай тез-тез дайындалады. Енді бұл қамырымызды тынып тұру үшін осындай целлофанға саламыз да, оны тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа бір 20-15 минутқа салып қоямыз. Ол уақытта біз самсамыздың салмасын дайындаймыз. Мен бүгін асқабақ, пияз және тұз, бұрышты қолданатын боламын. Негізінде самсаның салмасын өздеріңіз қалауларыңыз бойынша етпен немесе тауықпен әртүрлі етіп жасай берсеңіздер болады. Бірақ та мен бүгін осындай асқабақпен дайындаймын деп шештім. Егер де сіздер ет қолдансаңыздар, тура осы асқабақтың граммымен, яғни асқабақтың шамасымен бірдей болуы керек. Асқабақты осылай әдемілеп майдалап төрт-бүршілеп турап алсаңыздар болады, немесе үккіштің көмегімен өткізсеңіздер болады. Бірақ та мен бүгін осылай майдалап турадым. Құрметті көрермен, егер де сіз самсаның қатпарлы рецептісін іздесеңіз, немесе басқа да бір оңай түрлерін іздесеңіз, менің каналымда бар. Менің каналыма кірсеңіз, плейлист бөліміне өтесіз, және сол жерде самса деген бөлім бар. Сол жерге кіресіз де әртүрлі рецепттердің, яғни самсаның әртүрлі рецептісін мен сол жерге сақтап қойғанмын. Сол жерден кіріп, көріп, тамашалай берсеңіздер болады. Келесі кезек бізде пиязды да тура солай майдалап төрт-бүршілеп турап аламыз. Міне біз асқабақты, пиязды барлығын турап алдық. Енді дәміне қарай тұз және қара бұрышты қосып, жақсылап тұрып осындай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Міне осымен біздің самсамыздың салмасы осымен дайын болады. Самсамыздың салмасы дайын, қамыры да дайын. Менде қамыры мұздатқышта бір шамамен 20 минуттай тұрды. Осы салмасын дайындап болғанша тұрды. Енді қамырымызды жақсылап тұрып
самсамыз бірдей болу үшін бөліктерге бөліп, яғни таразының көмегімен өлшеп, самсаны өлшеп барлығын бөлшектерге бөлетін боламын. Менде бір самсаға арналған қамырдың грамы 40 граммдай шықты. Самсаға арналған қамырларды осылай барлығын граммен өлшеп алып жасасаңыздар, самсаларыңыз бір келкі барлығы бірдей болып шығады. Барлығын бөліктерге бөліп алғаннан соң осылай дөңгелектеп барлығын шетке қойып қоямыз. Негізінде осы самсаны рецептісін ең оңай самса деп айтатын едім, өйткені қамыры үгітілмелі әрі оңай дайындалады, әрі қатпарлы самса секілді жұмысы өте көп емес, және осы самсамен өте дәмді болып шығады. Содан соң қонақ дастарханға да тура осы рецептпен жасасаңыздар өте күшті болып, әрі оңай, уақыттарыңызды да тиімді пайдалануға болады. Менде осы рецептпен әрқайсысы 40 граммнан 24 дана самса шығады. Енді осы қамырларды жаюға кірісеміз. Қатты жұқа немесе қалың етіп жаюдың қажеті жоқ. Орташа қалыңдықта, әсіресе шет-шеттері жұқа болуы керек. Соны ескеріңіздер. Міне видеодағыдай қалыңдықта жайып алдық. Енді ішіне салманы қатты көп емес, осындай бір ас қасықтың көмегімен саламыз да. Енді қамырымызды әдемілеп түйуге кірісеміз. Ол үшін екі шетін әдемілеп біріктіреміз де осылай қолымызбен бекітіп шығамыз, ішіндегі салмасы шығып кетпес үшін. Және осылай әдемілеп түйетін боламыз. Түйу өте оңай. Бір шетінен аламыз да осылай шетіне, яғни орта жағына кіргізіп осылай бекітіп шыға береміз. Видеодан мұқият қарасаңыздар өте түсінікті. Осылай түйіп жасаңыздар, сол кезде самсамыз әдемі әрі сүйкімді көрінеді. Самсаларымыздың барлығын осылай түйіп алдық. Енді табамызға орналастырамыз. Астына пергамент төсейміз де, пергаментіміз жақсы сапада болуы керек, яғни самсаларымыздың асты жабысып қалмауы керек. Жаңағы сопақ етіп түйіп алған самсаларымыздың бетін, жаңағы түйген жерін кішкене бетіне қаратып, яғни жанына емес, бетіне қаратып, кішкене осылай табамызға орналастырамыз да, бетіне енді жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқаны барлық жеріне жететіндей етіп әдемілеп жағып шығамыз. Егер де жұмыртқа жақсаңыздар, самсамыз жалтырап әдемі болып және тез пісетін болады. Самсамыздың түрі одан әрі әдемі болу үшін осындай ақ пен қара күнжітті араластырып бетіне сеуіп шығамыз. Немесе күнжіт болмаған жағдайда сеппей ақ қоюға болады, немесе макты да қолдануға болады. Самсаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне осылайша біздің самсамыз оп-оңай болып дайындалады. Түрін қараңыздар, өте әдемі болып шыққан. Қонақ дастарханға қойсаңыздар да еш ұялмай қоя бересіздер. Және енді қамырын айтатын болса, қамыры үгітілмелі, дәмді, күшті болып шыққан, ауызға салса еріп кете беретіндей болып. Міндетті түрде тура осы рецептпен дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.